Сәлем достар, бүгін мен сіздермен қалып қойған ішті қалай кетіруге болады, соның жөнінде сіздерге көрсететін боламын. Ішті өте оңай кетіруге болады. Көп қыз-келіншектер босанғаннан кейін іштер қалып қойып жатады, соны кетіре алмай түрлі диетаға отырып, тамақты аз жеу керек деп бүкіл тамақты сырып тастап жатады. Бірақ мен сіздерге ешқандай диетасыз-ақ ішті өте оңай кетіруге болатын оңай жолын көрсететін боламын. Мен де 3-ші баланы босанғаннан кейін ішім қалып қойған болатын, кетіре алмай біраз әлек болдым. Бірақ мен ешқандай диетаға отырған жоқпын. Ешқандай диетасыз-ақ осы жаттығуды үйде 10-15 минут, әр кетсе 20 минут уақыттарыңыз кетеді. Соны жасау арқылы қалып қойған іштен өте оңай құтылдым. Яғни ішім қалған жоқ. Ал ендеше кеттік. Алдымен іштегі барлық демімізді сыртқа шығарамыз. Ауаның барлығын сыртқа шығарып болғаннан кейін ішімізді осылай ішке тартамыз. Ішке тартып, ауызбен мұрынмен демалмаймыз, тек ішпен ғана жайылап осылай демалатын боламыз. Ішпен демалу арқылы осылай кішкене толқындар жасаймыз. Осы жаттығуды күнделікті 5-10 минут жасайтын болсаңыздар, ішіңізді тартып, ішпен демалуды үйренсеңіздер, ішіңіз мүлдем болмайтын болады, ішіңіз тартылып кетіп қалады. Тамақпен астыңғы жаққа замок қойып, тек қана ішпен демалатын боламыз. Бұл жаттығу вакууммен наулиге өте ұқсас, бірақ осы жаттығуды жасау арқылы кейін наулиді жасау өте оңай болатын болады. Яғни мұрынмен ауызбен демалмаймыз, астыңғы жақпен демалмаймыз, яғни астыңғы жаққа ешқандай ауа кірмеу керек, тек қана осылай ішпен ғана демалу қажет. Келесі жаттығу, яғни мына видеода мен көрсеткен жаттығуларды қарап, тура осылай жасасаңыздар, міндетті түрде сіздің ішіңізге көмектесетін болады. Тура осы жаттығуды жасау арқылы бірінші ішіңіз және аяқтағы майлар, яғни аяғыңыздың бұлшық еті қатаятын болады. Осы жаттығуды жасаңыздар. Ендігі жаттығуда, мына жаттығуда екі қолымызды жоғарға қарай созып, екі қолымызды біріктіреміз, екі аяғымызды қосып, бүкіл барлық денемізді, барлық басымызды барлығын стенаға қарай тигіземіз. Стенаға қаратып тигізіп тұрамыз. 10 секунд, 5 секунд, 5 минут, 10 минут тұрсаңыз да болады.
Мына жаттығуда оң аяғымызды немесе сол аяғымызды тіземізді құшақтап, еңкейеміз жайлап, еңкейеміз, бір аяғымызбен ғана тұрып, күштің барлығы бір аяққа ғана және ішке ғана түсу керек. Осы жаттығуды, яғни бір аяқпен 3-4 рет немесе 5 рет жасасаңыздар болады. Содан кейін келесі аяғымызбен тура осы жаттығуды жасаймыз. Яғни бұл аяққа да және ішке де көмек ететін жаттығудың түрі. Ал енді өздеріңіз көргендей, осы жаттығуларды жасау арқылы өте оп-оңай ішті кетіруге болады. Осы жаттығуларды міндетті түрде күніне 10-15 минут уақыттарыңызды арнап жасасаңыздар, міндетті түрде іштеріңіз кететін болады. Ерінбей осы жаттығуларды жасаңыздар күнделікті. Сонда сіздердің іштеріңізде ештеңе қалмайтын болады. Ешқандай диетаның да, тамақ ішпей, олай өздеріңізді ашаршылықта ұстаудың қажеті жоқ. Сол үшін мен сіздерге айтарым, осы жаттығуларды күнделікті 10-15 минут қана уақыттарыңызды бөліп жасап көріңіздер. Сіздерге міндетті түрде көмектеседі. Менің арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаймыз. Сау болыңыздар.